Бұл видео саған пайдалы болады, егер сен қысқа уақыттың ішінде балдарыңды көтергің келсе, ұбт-ның есептерімен танысқың келсе, оларға жалпы шолу жасағың келсе. Эфирде Ғани ағай, және де біз 10 минуттың ішінде 7 есепті талдап, сенің ұбт нәтижеңе 7 балды қосатын боламыз. Есептерге кірсек, бізде бүгінгі бірінші есебіміз бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылыңыз дейді. Сондай бір прикол бар математиктерде. Бөлшектің бөліміндегі мына түбірді ұнатпайды адамдар. Арылу керек дейді. Неге екенін білмеймін, шынымды айтсам сұрамай ақ қойыңдар. Бірақ амалы осындай. Қараңдар. 3 минус түбір асты 2 дейді. Просто түбір асты 2 көбейту бұл жерде жарамайды, себебі түбір қалып қояды бәрібір. Сондықтан біз бұл жерде түйіндесіне көбейтеміз. Түйіндес деген затты жаттап алыңдар. Математикада кейін керек болады. Яғни ол дегеніміз не? Тура сол бөлшек, бірақ мына таңбасы минустан плюсқа ауысады. Енді мен жай ғана просто алып сандарға көбейте салуым болмайды, дұрыс па? Күшті, Каспийдегі счетыңды бір 2-ге көбейтіп жіберсең, 10-ға көбейтіп жіберсең. Бірақ ондай шын өмірде жоқ, сондықтан біз компенсация жасаймыз. Яғни қараңдар, мен бөліп көбейттім, яғни былайша айтқанда бөлшекте ешнәрсе өзгерген жоқ. Бірақ осының арқасында мына екеуі көбейтіліп, бізде қысқаша көбейту формуласын береді. Сонда бізде қараңдар, 3 плюс түбір асты 2 жақшада 7. Ал бөлімінде мынау а минус б, а плюс б. Ол дегеніміз бізде 9 минус түбір асты 2-ның квадратын береді. Яғни а квадрат минус б квадрат. Осыны ары қарай шығаратын болсақ, бізде 3 плюс түбір асты 2 қалады. Мына 7-ні тиіспейміз әзірге. Түбір асты 2-ның квадраты 2-ні береді. 9-дан 2-ні азайтсақ, бізде 7 болады. Сонда көріп тұрсыңдар, қандай керемет. Мына 7 мен 7 бізде қысқарып кетеді екен да. Жауабы 3 плюс түбір асты 2 қалады екен. Мынау бізде С жауабы. Кеттік келесі екінші есеп. Егер А кіші 2024-тен болса, онда мына модульдегі өрнектің ықшамдаңыз. Модуль жалпы не? Модуль дегеніміз білеміз, ішіне теріс сан саласың, сыртында оң сан шығады. Бірақ енді мына жерде қалай ықшамдаймыз, егер біз мәнді білмесек? Простой вариант бар, да? Просто А-ның орнына бір санды алып қойып тексеру деген сияқты. Біз қазір соны орындаймыз. Бірақ енді мына жерде А-ның орнына кәдімгідей санды алып қойып, жауабына да А-ны қойып есептесеңдер болады. Это бір жол. Бірақ мен өйтпеймін. Мен бүйтемін, қараңдар, А-ның орнына мысалы 2024-тен кіші дейді. Давайте А-ның орнына 0-ді алып көрейікші. 0 2024-тен кіші ғой, дұрыс па? Мына жерге 0-ді қойайын. Онда 2-ні 0-ге көбейтсем 0, минус 4048 деген сол теріс сан береді, дұрыс па? Теріс сан болатын болса, мына модуль бізде оны оң сан қылып шығару керек. Значит, мына жерде бізде 4048 минус 2А болып ашылады. Сонда А-ның орнына мысалы 0-ді қоятын болсақ, 4048 шығады. Күшті ғой, да? Енді мына 0-ді мен мында қоятын болсам, мына жерде де бізде теріс сан шығады екен. Мына жерде теріс сан шығады екен. Ондай болмас үшін модульден бізде оң сан шығады, тек қана. Орнын бүйтіп ауыстырып жіберемін. Жалпы жаттап алыңдар, модульдің ішінде бізде теріс сан шығатын болса, модуль ашылған кезде ол теріс болып ашылады. Міне модульдің ашылуы. Енді біз бұны ықшамдауымыз керек. 4048 минус 2А минус 2025 плюс А. 4048-ден 2025 азайтатын болса, бізде 2023 шығады. Минус 2А плюс А, ол минус А-ны береді екен. Яғни 2023 минус А дейтін А варианты болады. Енді мына жерде оңай жаңа айтқан вариантым, А-ның орнына біз какой-то бір санды ала салыңдар. Мысалы, А-ның орнына 1 деңдер. 1 болатын болса, мына жерде 2 минус 4048. Ол бізде қанша? 4046 ма? Мына жерде 1 минус 2025, ол қанша? Минус 2024. Мына жерде, кстати, минус 4046. Модульде бізде 4046 шығады. Минус, и мына минус 2024 бізде плюс 2024 болып кетеді. 2024. Сонда бізде 4046, мына бірақ мына минус сақталып қалады. Неге ол жерде минус деп сұрақ қалып жүрмеңдер. 2022 болады екен. Енді мына әр жауаптың әрқайсысына біз бірді қойып көрейік. Мына жерде бізде 2025, 2023, мына жерде 2022 минуспен, и жалғыз мына жауапта ғана 2022 шығады екен. Мынау продвинутый жол, мынау оңай жол. Жаттап алыңдар. Ары қарай. Нөмір 3-ші есеп, өрнекті ықшамдаңыз дейді. Косинустың квадраты 180 минус х, косинустың квадраты 270 плюс х. Жалпы косинусты ашылудың оңай жолы бар өзінің. Яғни тригонометриялық функциялардың қарапайым түрлендірулерін орындаған кезде жалпы екі-ақ сұраққа ғана жауап беру керек. Бірақ жаттап алыңдаршы, мына квадрат тұрса, онда бір-ақ сұраққа ғана жауап беру керек. Бір сұрақ қандай? Функция өзгере ме, өзгермей ме деген сияқты.
Просто косинустың приколдары бар, короче, 180 градусты қойып есептейтін болсаңдар, ол жерде андай косинус болып қалатын жағдайлар бар, косинус синусқа өзгеретін жағдайлар бар. Яғни 180 мен 160-та есте сақтайық, өзгермейді. 270 пен 90 градуста өзгереді. Сонда мына қараңдар, косинус 180 деп тұр ма? Косинус болып қалады. Косинус квадрат x. Таңбасы өзгере ма, плюс бола ма, минус бола ма, бәрібір шынын айтсам. Себебі квадрат тұр, ол бәрібір плюс болып кетеді. А вот мына жерде қараңдар, косинус 270 дейді. Ол бізде синус x-тің квадраты болып өзгереді. Бұл жерде де сұрақ қоймаймын өзіме, қандай таңба деп, бәрібір шынын айтсам, себебі квадрат тұр. Ал косинус квадрат пен синус квадраттың қосындысы ол бізде 1-ге тең. Жауабы С. В целом, бұндай болатынын алдын ала да түсінуге болатын еді. Мына жауаптардың мүмкін болатын варианты тек осы 1 мен немесе 0 еді, бірақ көп жағдайда мына 1 қалай айтсам болады, жиірек кездесетін жауап. Кеттік, нөмір 4. Көбейткіштерге жіктеңіз дейді. Бұл бізде база есеп, бұны барлығы түсіну керек, бұны барлығы білу керек. Мынандай есептерде шатасып кетпеңдерші, пожалуйста. Керек десеңдер, мына жауаптармен жұмыс істеңдер, бірақ уақыттарыңды экономдаймын десеңдер, просто мына жерде жауап беру керек не затқа. А квадрат минус б квадрат формуласы шығып тұрғанын анық көріп тұрмыз. Мынау ненің квадрат деген сұраққа жауап беру керек. 196 дегеніміз ол 14-тің квадрат. 64 дегеніміз бізде 8-дің квадрат. Сонда бізде қараңдар, мына жерде квадраттың қасиеті бойынша бүйтіп шығарып жіберсек болады. Минус 8-ді и бүйтіп квадраттың сыртына шығарып жіберсек болады. Сонда нағыз а квадрат минус б квадрат формуласы шығып тұр. Ол бізде 14c минус 8-ді, мына жерде 14c плюс 8-ді дейтін екі жақша шығады екен. Ол бізде, мына вариант өте ұқсас болып тұр. Шатасып кетесіңдер егер мынаны таңдасаңдар. Минусы себебі 8-дің алдында тұр ғой. Значит, жауабы бізде D варианты болу керек. Осыған мұқият болайық, достар. Және де келесі есепке көше берсек болады. 5-ші есеп, теңдеудің түбірлерінің қосындысы. Мынау енді кайф есеп. Себебі, дискриминант деп шатасып кетпеңдер. Пожалуйста, дискриминантпен шығармаңдар. Себебі мынаны дискриминантпен шығаратын болсыңдар, шатасып кетесіңдер. Үлкен дискриминант шығады. Керек емес осыңдарға. Виет теоремасы. x1 мен x2-ның қосындысы, ол минус b бөлінген a. Болды. Формуласын жазып кете салайын. x1 мен x2-ның көбейтіндісі минус, просто c бөлінген a. И мына жерде b мен a деген не ол? b деген ол мына коэффициент, минусмен бірге аласыңдар. a дейтін x квадраттың алдында коэффициент. Жоқ болса 1 деген сөзді білдіреді. Сонда мына жерге қоямыз. Минус 2024-ті қоямыз. Еще сыртына минус бар екенін ұмытпаймыз. Сонда 2024 шығады екен. Болды. Түбірлердің қосындысы осы. Негізі дискриминантқа салып шығарып көрсеңдер де болады. Мен тексерем десеңдер ше. Бірақ жауабы осы болады. Енді түбірлердің көбейтіндісі қанша деген сұраққа да сендер тура сөйтіп жауап бересіңдер. 2023-ті аламыз да 1-ге бөлеміз. Мына c деп тұрғаны ол мына коэффициент. Үшінші коэффициент. 2023-тің өзі болады екен. Көбейтіндісі 2023, қосындысы 2024. Келесі есеп. Нөмірі 6-шы есеп. Теңдеулер жүйесін шешіңіз дейді. Көп жағдайда теңдеулер жүйесін шешкен кезде жай ғана алып орнына қою керек болады. Негізі жауаптармен де жұмыс істесеңдер болады, бірақ көп жағдайда жауаптарында мынандай x плюс y-ті тап, 2 еселенген x қосылған 3 еселенген y-ті тап дейді. Жауабын қоя алмай қаласың ондай кезде. Сондықтан мына жерде орнына қою тәсілін үйренейік. Яғни көшірем, x тең болады 3y минус 4 деп жазамын. И осы x-ті алып барып, мына екінші теңдеуге қоямын. Сонда 3y минус 4 y тең 15 и жақшаны сәйкесінше ашамыз. 3y квадрат минус 4y минус 15 тең 0. Болды. Ары қарай дискриминант и так далее. Бұл жолды уже білесіңдер. Так, дискриминант. 16 плюс 4 еселенген 15 көбейтілген 3. Бізде 60, 180, 196 шығады екен. Мәсаған, 14-тің квадраты. y1, 2, 4 плюс минус 14 бөлінген 6. Екі жауап шығады екен. Біреуі түбірмен шайын деп тұр ғой. 4-ке 10, екеуі де даже немен шайын деп тұр ғой, да? Жоқ, біреуі нормально. 4-ке 14-ті қосамыз. 18, 18-ді 6-ға бөлеміз. Бізде 3 шығады. 4-ке 14-ті азайтамыз. Минус 10, минус 10-ды 6-ға бөлсек, минус 5 бөлінген 3. Ұнатпаймын мынандай бөлшектерді жұмыс істегенде. Так, y-іміз 3-ке тең болса, мына жерге 3-ті қоямыз. 3-ті 3-ке бөлсек 9, 9-дан 4-ті азайтсақ, x-іміз, мына жерде x-іміз 5 болады екен. Ал егер y-тің орнына минус 5 бөлінген 3-ті қоятын болсақ,
x-тен болады 3 көбейту минус 5 бөлінген 3. Минус 4. Мына 3 пен 3 қысқарады, минус 5, минус 4, минус 9 береді. Сонда екі жауап. Біріншісі 5 пен 3, екіншісі минус 9 бен минус 5 бөлінген 3. Бар ма ондай жауап? Бар екенсі жауап. И вот мына жерде жарайды, мына А вариантын там 5 пен 3-ті қою оңай, там 15 пен 1-ді қою оңай. Бірақ мынандай 5 бөлінген 3-ті мына жауап ретінде тексеретін болсаңдар, өте көп уақыттарын жоғалтып қоюлары мүмкін. Сондықтан мына оригинал жолды, оригинал шығару жолын білген жөн. Және де бүгінгі соңғы есеп, кеттік нөмірі 7-ші есеп, интеграл, яғни 11-ші сыныпта сендердің бірінші болып өтетін тақырыптарының бірі. Алдын ала өтіп қарап қойсаңдар болады. Интеграл x және де 2 бөлінген x-тің кубы dx. Бұл жерде тек формуланы білген жеткілікті. Егер формула керек болатын болса, астындағы сілтеме бойынша телеграм каналыма өтіп, осы формула жинаған жүктеп алсаңдар болады. x-тің интегралы, то есть екеуін жеке-жеке интегралдасақ болады, x dx қосылған 2 еселенген 3x куб dx. Вот, енді x dx ол x квадрат бөлінген 2 интегралы формула бойынша. Және екінші мынаның интегралын алатын болса, 2 бөлінген 3. Мынаны x-тің минус 3 дәрежесі dx деп алсақ болады. Сонда x квадрат бөлінген 2 плюс, енді 2 бөлінген 3. X-тің минус 2 дәрежесі бөлінген минус 2 болады бұл жерде. Яғни мына дәрежеге минус 3 дәрежеге плюс 1 қосамыз, и еще бөлеміз сол минус 3 дәреже плюс 1. Сонда мынау мен мынау қысқартып жіберсек болады, и еще плюс c болатын ұмытпаймыз. X квадрат бөлінген 2 қосылған 1 бөлінген 3x квадрат плюс c. Жауап осы. Бұндай жауап бізде Б варианты екен. Өте ұқсас варианттар бір-біріне байқап қарасыңдар ше. Қалай шығаруға болады? Екінші тәсілін үйретейін. Туындысын алсасыңдар болады мына жерде. Мына функциялардың туындысын алып, мына функцияға келтіруге болады. Бірақ ол қиындау сәл. Егер 11-ші сыныпқа енді көшіп отқан түлек болатын болсаң, бұл әлі алда күтетін тақырып. Егер түсінбесең, это нормально. Бірақ бастысы жаңа формуламен шығаратын жаттап алып, сол формула жинағын менің телеграм каналымнан жүктеп алыңдар. Ал енді бізде бүгінге осы, назарларыңа рахмет. Осы кішігірім тренажер сендерге кейін болашақ балдарыңды сақтауға көмектеседі деген ойдамын. Пайдалы болса тіркел, және де барлық қажет ақпаратты профильдің астында қалдырдым.